Кітап досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың, жақын жүрсең оған сен, жаман бала Құрметті жас оқырман, 2 сәуір халықаралық балалар кітап күнімен құттықтаймыз. 1956 жылдан бастап халықаралық кеңестің шешімімен жыл сайын дат жазушысы Ханс Христиан Андерсеннің туған күніне орай, яғни 2 сәуірді халықаралық балалар кітап күні деп атап өтіледі. Сонымен қатар биылғы жылы орталық коммуникациялар қызметінде арнайы брифинг болып өтті. 2021 жылы Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы деп жарияланды. Кітап адам өміріне аса маңызды рөл атқарады. Отанды сүю, талапты, кішіпейіл болуға, мейірімділікке, төзімділікке баулиды. Кітап жаман әдеттерден аулақ болуға үйретеді. Кітапты біздің қоғамымыздың әрбір адамы күнделікті тұрмысына пайдаланады. Оны оқиды, одан тәлім тәрбие, үлгі өнеге алады. Сондықтан да біз кітапты сүйеміз. Кітап біздің досымыз дейміз. Ол біздің рухани жан азығымыз дейміз. Кітап ұстаз, әрі тәрбиеші, ақылшы, ғұлама ғалым Абу Наср әл-Фараби айтып еткен: тәрбиесіз берілген білім адамзатқа апат әкеледі деп. Сондықтан балалар, біз кітапты сүю, өзіңді сүю екенін, әдебиетті ең жақын ақылшым, серігім деп түсінуіміз керек деп ойлаймын. Кітап мерекесі дүниежүзі көлемде аталып өтетін маңызы өте жоғары рухани байлыққа болып табылады. 2 сәуір халықаралық балалар кітап күні және 23 сәуір дүниежүзілік кітап күні болып табылады. Біздің кітап қорымызда әдеби, тарихи, экологиялық, табиғат, танымдық, әлем балалар әдебиеті, ертегілер, жаңылтпаштар, жұмбақтар, мақал-мәтелдер, тағы басқа көптеген кітаптар бар. Қарғалы аудандық балалар кітапханасының есігі өз оқырмандарына әр қашанда ашық. Біз сізді күтеміз. Кітап оқыңыз, рухани бай болыңыз. Кітап досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың, жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың, жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табыстырам бәрімен, өлең жыры әнімен, өрісіңді кеңейтем, шежір айтып әріден. Қысқасы білім білімнің